Ай-ай-ай! Ой, Серік! Маған сабынның көбігі шаша бербеші. Бауыр, қане тағы да аз ғана. Сондай көңілді екен. Міне қараш, мынаны да сатып алдым. Ой, көзім ашып барады. Жарайды, мен ақырын ғана жасаймын. Балалар, менің досым Серік бала болып кеткен сияқты. Ай, енді көзімді ашты. Жеттер енді. Ай-ай-ай, қойшы болды, жеттер. Балалар, сендер де мен секілді сабын көбігін жақсы көрсеңдер, лайк басыңдар. Ал маған каналымызға жазылып жатқандарың ұнайды. О, бауыр, менде сиқырлы таяқша бар. Рас па? Бірақ оның ішінде де сабын көбігі бар. Сонда ол неге сиқырлы? Кәдімгі көбік. Тағы да үстіме толтырасың ғой. Көздерімде ашып кетті. Қара, мұнда кристалл бар. Ол сиқырлы. Рас па? Қане, көрсетші. О, қане, қазір ашамыз. Жоқ, бұл тағы да көбіктер керек емес. Аз ғана. Бұл көбіктер кішкентай ғана ғой. Қараш. Есесіне өрлейтін жерінде 3 тесік бар. Ендеше 3 есе көп көбік шығарады. Ол туралы ойламаппын. Ал Серік, көбіктеніп болдың ба? Енді маған сыйлық бер. Менің көбікті шыдамым үшін. Қазір. Хоп, мінекей ала ғой достым. Бұл не тағы? Ештеңе емес. Бұл наногам деп аталады. Мұнда қараңғыда жанат деп жазылған ба? Әрине, ол ғана емес. Оны әр қалай қолдануға болады. Сонда қалай? Міне қара, ашамыз. Ох, ашу өте қиын екен. Ештеңе етпейді. Қазір ашамыз. Мен саған сенем, Серік. Көздерін бұлай қоя тұрайық. Наногамның өзіне қарайық. Ақыры аштық-ау. Енді оны умаждаймыз. Мұнда қолға арналған сағыз деп жазылыпты. Ол жақсы умаждалады екен. Мұнда ол секір алады деп жазылыпты. Тексерейік. Жарайды, оны домалақтаймыз. Сосын бұлай. Бамс. Мәссаған! Расында столдың үстінде секіріп жатыр. Керемет. Қане тағы көрекші. Оны ұруға болады. Ой, балғаны қайтесің? Тексеруге керек. Қазір біз оны ұрамыз. Ал. Секіргіш екен өзі. Оны үзуге болады. Қане жасап көрш. Упс, міне, оны екіге бөліп тастадым. Бөлініп қалған наногам онша әдемі емес екен. Есесіне сенде енді 2 наногам бар. Солай ма? Ендеше жарайды. Тағда одан бірдеңе жасап шығаруға болады. Оны бұлай еземіз. Сен көзін ұмытып кеттің бе? Дәл қазір олар керек болады. Мына жерге оларды бекітеміз. Балалар, мұнаның кім екенін түсіне алар емеспін. Осы видеоның астына комментке жазып қалдырыңдаршы. Сосын наногамды созуға болады. Оп! Керемет! Созылғыш екен өзі. Енді оны жан-жаққа тартамыз. Ал оны кесуге бола ма? Қазір оны солай жасап көрейік. Менің апам осылай қамырды кеседі. Бірақ Серіктің көңілін түсірмей, оған лайк басайық. Мен бәрін естідім. Балалар, жазылуды да ұмытпаңдар.